Баршаңызға сәлем, жаз айлары басталды. Енді бізде мороженныйдың сезоны ашық. Сондықтан біз сіздермен өте жеңіл дайындалатын мороженый дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге банан керек, шоколад керек және сүт керек. Шоколадты қолданбасаңыз да болады, бананның өзінен жасай берсеңіз де болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындайсыз. Ең алдымен бананымызды тазалап, өзіңіздің қалауыңыз бойынша дөңгелектеп етіп кесіп аламыз. Дайын кесіп алған банандарымызды 20-25 минутқа морозильникке салып, кішкене қатырып аламыз. Бананымызды морозильникке салғаннан кейін мороженое құятын формамызды дайындайтын боламыз. Менде осындай силиконовый форма. Егер сізде болмаса, үй жағдайында одноразовый стакан немесе кәдімгі бокалдарды қолдансаңыз болады. Мінекей, дайын осындай силиконовый формамызға осындай мороженныйдың таяқшаларын барлығын кигізіп дайындап аламыз. Мінекей, барлығын дайындап болғаннан соң, мінекей, формамызды дайындап алдық. Енді кезекте қатырып қойған бананымызды алып, измельчительге саламыз. Егер өзіңізде блендер болса, соны қолдансаңыз да болады. Мінекей, бананымызды салдық, содан соң шоколадымызды саламыз. Ол бірақ өзіңіздің қалауыңыз бойынша салмай қойсаңыз да болады. Осылайша шоколадымызды уақыттап тұрап салып жібереміз. Содан соң сүтімізді құятын боламыз. Сүтті ондай қатты көп құймаймыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасадым. Азғантай ғана құйсаңыз жеткілікті. Мінекей, осылайша барлық құрамдарымыз осындай өте жеңіл, және де барлығын болғаннан соң осылай тоққа қосып, барлығын біркелкі болғанша езіп аламыз. Мінекей, барлығын езіп алдық. Бізде осындай масса пайда болады. Не сұйық емес, не ондай қатты сұйық болмау керек. Кішкене осындай қоймал жың болу керек. Осыдан чөт-чөт қою болса да жақсы болады. Мінекей, осылайша біздің мороженныйымыз дайын. Енді кезекте осы массамызды жаңағы дайындап қойған формамызға құямыз. Мінекей, барлығын біркелкі етіп құйып аламыз. Мінекей, осылайша барлығын құйып шықтық. Артылғанын басқа формаға құйсаңыз болады, немесе басқа ыдысқа құйып салып қоямыз. Мінекей, осылайша біздің мороженныйымыз дайын болды. Енді бізді бұны тек қана морозильникке салып қатыру ғана қалды. 1-2 сағаттай ұстасаңыз, біздің мороженныйымыз дайын болады. Мінекей, қалған мороженныйды осындай ыдысқа салып қойдым. Міне, бізде 1-2 сағат өтті, мороженныйларымды алып жатырмын. Егер де сізде осындай силиконовый форма болса, егер осылай тез алынбайтын болса, сізге лайфхак, егер формадан тез алынбайтын болса, бөлме температурасындағы суға осы силиконыңызды салып алсаңыз, сіздің мороженныйларыңыз бірден осылай тез алынатын болады. Мінекей, осылайша біздің мороженныйларымыз дайын. Мұнда 3-ақ мороженый, біреуін қызым мына жерден бер деп сұрап алды. Мінекей, осылайша біздің мороженныйларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Егер де сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.